тілеймін. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын сосиски в тестиді бірге жасаймыз. Каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Біріншіден ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне бір ас қасық қант салып, жақсылап қантымыз ергенше араластырамыз және үстіне ашытқымызды салып, тағы бір араластырамыз. Ашытқы менде құрғақ ашытқы, бетін жауып, сәл ашытқыны тексеру үшін қойсаңыздар да болады. Мен ашытқыма сенімді болғандықтан бірден електен өткізіп, өлшеп дайындап қойған ұнымды салып, қамырды ашытуды бастадым. Осылай аздаған ұн салып, жақсылап араластырғаннан соң шай қасықпен бір шай қасық тұз салып, тағы бір араластырамыз. Содан соң сұйық майды түгел құйып жібермей, аз ғана алып қаламыз және қалған ұнымызды түгелдей салып, қамырды илейміз. Қамырды мен бас кезінде осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен қоюланғанша бір-біріне біріккенше араластырып аламын. Содан соң қолмен илеймін. Біздің қамырымыз осылай бір-біріне бірігіп, жұмсақ қамыр шығады. Енді осы кезде біздің қамырымызға жаңағы алып қалған аздаған сұйық майымызды құйып, тағы бір илейміз. Және бетін жауып, тура 1 сағат уақытқа қоямыз. Шамамен 1 сағат ішінде біздің нанымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Өте жұмсақ әрі қолға жабысқақ қамыр пайда болады. Үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырды суға ыңғайлы болу үшін мен тура 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер тұтастай бір қамырды бірден жайсаңыздар да болады. Мен осылай 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен ысып алдым. Қамырды ысқанда формасын сәл төрпішті етіп ыссаңыздар жақсы болады. Мінекей, шамамен қамырдың жұқалығы осындай 2-3 сантиметрдей болады. Және оны дәл осы видеодағыдай жіңішке ұзынша бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл біздің сосискамызды орауға керек болады. Бұл жерде менде охотничий деген осындай халал шұжық. Сіздер өз қалауыңыз бойынша кез келген шұжықты пайдалансаңыздар болады. Ендігі кезекте жаңағы біздің турап дайындаған нанымызды осы сосискаларға асықпай баппен жақсылап ораймыз. Мінекей, дәл видеодағыдай ораймыз. Осылай шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетейін. Егер сіздерге қамырыңыз жетпей қалып жатса, қосымша тағы бір қамырды алып, қамыр артық қалып жатса, сол жерінен кесіп тастасаңыздар болады. Осы кезде духовкаңызды 180 градусқа алдын ала қыздырып қойсаңыздар болады. Мінекей, мен 2 қамырды да пайдаланып, артық қамырын осылай жай формаға келтіре салдым. Міне, біздің сосискамыз бетін жауып шамамен 10 минутқа қоямыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, жағып шығамыз. Сонда беті қызарып, жылтырап әдемі болып піседі. Үстіне қалауыңызша кунжут сепсеңіздер болады. Біздің сосискамыз 180 градус пеште 35-30 минут аралығында піседі. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл, жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап, өз отбасыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.